Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Ақмола облысында жантүршігерлік жол апаты болып, 5 адам қаза тапты. Егемен.kz. Есіл ауданында көлік апаты болып, 5 адам көз жұмды деп хабарлады Түркістан.kz халық үніне сілтеме жасап. Биыл 15 желтоқсанда Қостанай Әулиекөл Сұрған автожолының бойында орналасқан Ковылные ауылының маңында жантүршігерлік жол көлік оқиғасы болды. Қостанай Әулиекөл Сұрған автожолының 244 шақырымында ВАЗ-21-145 көлігінің 2005 жылы туған жүргізушісі алдында жүріп бара жатқан Audi 100-ге соғылған. Соңғы көлікті 30 жастағы жүргізуші басқарған. Ол Есіл ауданындағы Октябрь ауылына бара жатқан. Соққы салдарынан Audi 100 жолдың қарама-қарсы бөлігіне шығып, оған Volvo жүк көлігі соғылған. Онда 1993 жылғы жүргізуші отырған. Апат салдарынан екі көлікте жолдың шетіне шығып толық өртенген. Audi 100-дің 30 жастағы жүргізушісі алған дене жарақаты салдарынан оқиға орнында көз жұмды. Көлікте отырған 1983 жылғы ер адам, 1988 жылғы әйел, бір бала мен 3 айлық сәби жанып кетті деді дереккөз. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписывайтесь және бір ғана лайк демесін басып кетулеріңізді сұраймыз.